Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін, білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, арма қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Екі үлкен арнаның қара тізіміндемін. Меруерт Түсіпбаева тосын мәлімдемесін жасады. Екі үлкен арнаның қара тізіміндемін. Меруерт Түсіпбаева тосын мәлімдемесін жасады. Танымал әнші Меруерт Түсіпбаева шұғыл мәлімдеме жасады деп хабарлайды kznews.kz, madinportal.kz сайтына сілтемесін жасап. Әншінің сөзінше, жаңа жылдан бері түсірілім жасаған номерлері белгісіз себептермен эфирге шықпай қалған. Анау жолы Алмаз Кішкенбаевтың қара тізімінде екендігі жазды ғой. Ал мен болсам, ол туралы жариялағым келмеді. Әсіресе 2025-2026 жылдары мені екі үлкен арнадан, ұлттық арна және де хабар арналарынан алып тастап жатыр. Жарайды, мен жас әнші емеспін. Оны да дұрыс деп қабылдадым. Жастар шықсын шүкір, онсыз да желіні жарып жүремін ғой деп қатты қиналмадым. Бірақ халқым-ау, шыдамның да шегі бар. Хабар арнасы Алматыдан шақыртып алды. 5 әнімді түсірді. 8-9 оператор жұмыс істеді. Қанша электр энергиясы, менің өз энергиям, 5-6 образ, ауыстыру және де тағы да басқа қаншама еңбек, қаншама уақыт кетті. Содан кейін дым жоқ көрсетпеді. Одан кейін Таңшолпан жылдың аяғында түсірді. Оны да бермеді. Жүргізуші Берік соңғы рет сұрап жазғанда жауап таппады ма, әлде ұялып оқымағандай болды ма білмедім. Қайсысын айтайын? Халқым аман болсын, оқырмандарым аман болсын. Жоқ дегенде байнаулауымның тарихында қалатыным сөзсіз, деді Меруерт Түсіпбаева. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де осыған ұқсас видео ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.